Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмді әрі тез дайын болатын шоколадты маффиндер дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен өзімізге қажетті заттарды дайындап аламыз. Таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, қантымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Біздің массамыз 2 есеге ұлғаюы қажет. Біздің жұмыртқалы массамыз дәл осылай әппақ болып көпіруі қажет. Шамамен 5-6 минут миксерлейтін боламыз. Енді жылы сүтімізді және де сұйық майды қосып, тағы да миксерлейміз. Келесі кезекте құрғақ қоспаларымызды қосатын боламыз. Менде осы ыдыстың ішінде електен өткізілген ұн, разрыхлитель және де какао бар. Барлығын араластырып, осылай 2-3 бөлікке бөліп қосатын боламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Енді дайын болған қамырды арнайы кекстің формаларына құйып шығатын боламыз. Мендегі осындай қағаз форма, әр формаға 2 қасықтан құйып шықтым. Барлығына құйып шыққаннан кейін енді қамырымыздың бетіне осылай алдын ала шоколадымызды үгітіп аламыз. Сосын бетіне сеуіп шығамыз. Және де қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп аламыз. Біздің шоколадты маффиндеріміз дәл осылай пісіп шықты. Өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын.